Қайырлы күн, сіздермен бірге крипто базар және де бізде бүгін біз жасап жүрген airdropтардан жақсы жаңалықтар бар. Қазір мен сіздерге айтып беретін боламын. Ең бірінші бізде Катизенні мен қанша таптым және де Катизенді дәл қазір қайда шығаруға болады. Әрине бізге Катизендегі Кати деген токенді уже шығаруға болады. Сол токенді қазір мен сіздерге қай жаққа шығаруға болатын және де токеннің ценасы дәл қазір қанша екенін айтам. Әрине біз әлі сата алмаймыз, себебі официальный листинг 20-сына болады. 20-сына ғана сата аламыз. Қазір просто шығарып қоя аламыз. Сол себепті де мұқият тыңдаңыздар. Әрине Hamster Combat'та да ценасы бар. Неофициальный примаркеттегі и Hamster Combat'та 26-сына 100% листинг болады. Қазір мен сіздерге осылар жайлы тез айтып кететін боламын. Әрине Кати деген токенді мен сіздерге міндетті түрде қалай шығару керек екенін көрсетемін. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк бас, комментарий жаз, қоңырау бас қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізде жаңа айтқандай мен екі Катизенді де қолдандым. Біріншісі бізде Катизен Mantle. Катизен Mantleға қазір мен сіздерге кіріп, мен қанша токен жинағанымды және де ол қанша сума болғанын қалай шығарып алатынымызды көрсетемін. Ең бірінші airdrop деген басамыз. Осы жерде барлығы шығып тұр. Мен 78 Кати. Әрине мен үшін ол өте аз. Мен өзім ойлаймын, негізі көп емес 78 Кати. Себебі Катизенде қателеспесем мен ең көп активность көрсеттім. Ол не үшін маған бергенін қазір көреміз. Ең бірінші бізде XN деген токен жинаған үшін 0.6 өте 0.16%. Но мизерный, короче. Приглашение 0.6 тоже. Мен приглашение қателеспесем 100-ден көпті шақырдым, бірақ неге сонша аз бергенін түсінбедім. Одан кейін Кати деген токенді типа майнит еткенім үшін WKT деген токен 8% и 70% мен осы проектте активность көрсеткенім үшін, яғни балық аулағаным үшін, мысықтарды бір-бірімен скрешивать еткенім үшін, ну, в основном бүкіл пайыз осы жұмыс жасаған үшін берген. Ал енді қараңыздар, менде дәл қазір мысықтар көргендеріңіз ең үлкен 103. Рибадан да менде жақсы уровень бар. Яғни жаңа айтқандай Катизенде мен ең көп активность көрсеттім. Катизенде типа телефон қойып қойдым, майнит етті. Ну, бірақ прям былай 24-те 7 емес. Бір апта шығар, прям активный болған. Одан кейін тастап кеттім. Енді қараңыздар, бұл токенді қазір қалай шығарамыз және де қай жаққа шығаруға болады. Депозит на биржу басамыз. Мен Bybitке шығарып көрем. Продолжить басамыз и Bybitке UID керек, адрес керек, Катидің и мемо керек. Қазір қалай алатынымыз көрсетем. Ең бірінші Катизеннің бағасы дәл қазір қанша болып жатыр. Ну, біз примаркетке кіріп көре аламыз. Дәл қазір Hamster Combat $0.09. Ну, Hamster Combat арзан. Катизен 0.7. Жаңа 0.8 еді. Яғни мен 78 токенім жинаған. Қазір примаркетпен көбейтеміз. 0.8 примерно $62. $62. Көп емес. Көбейтеміз 480 теңгеге. 30 теңге. Плюс-минус 30 теңге. Мен үшін аз деп ойлаймын негізі. Себебі мен дым жасамаған Догста, одан кейін особо қимылдамаған ноткоинда маған бұдан да көп берді. Мен мысалы ноткоиннан қателеспесем, тоже 40 мыңға жақын, Догстан 43 мың ба, 42 мың ба тапқаным болатынмын. Ал Кати менің ойымша өте аз берді. Мүмкін официальный листинг болғанда ценасы $1 дейін жетеді. Мүмкін керісінше төмен қарай кетеді. Қазір өзінде минус 94% деп тұр. Ну, хотя $1.5 болатын болса, ол өте күшті результат деп ойлаймын Катиға. Ал енді қалай шығарамыз? Шығару қиын емес. Активға кіреміз, депозит басамыз. Одан кейін қараңыздар, вниз криптовалюту басамыз. Кати басамыз. Тонның негізінде осы сетті қатты түсініп тұрған жоқпын мен, себебі қазір тонда ғана бар. По идее мен істеп жатқан Mantle'ның сетінде болу керек. Ал бұл жерде тонның ғана сет тұр. Мен басқа да балдармен сөйлесіп көрдім. Оларда типа тонға шығарып жатыр екен. Қазір адрес алам. И мына жерге адрес жазамыз. Сосын астына мемо. Ну, мемо жазамыз. Сосын енді біз ID-міз жазу керекпіз. Просто ID-ді копировать етіп аламын. Үстіне ID түсірем. Ну, ID менде қазір жабық тұр. Ана жерде тұр екен. ID алдым. ID бастым, отправить басамыз.
міне көргендеріңіздей бізде уже барлығы тұр. Типа тексеріп шық, верификацияны өткесін бе сол биржада, адрес дұрыс па, Bybit UID барлығын тексеріп шық деп тұр. Мен көре салуға болады. Все. Басамыз. Кетті. Көргендеріңіздей мен осылар. Мен скрин жасап ала салам, на всякий случай. Дәл осылай мен Кати токенді шығардым. Если менің Bybit'іме түскен кезде, мен сол кезде сата аламын. Енді назад шығамыз. Енді менде тағы да Катизен жаңа айтқандай тонда да бар. Катизен тонда. Бұл жерде маған өте аз токен берді. Қараңыздар. Менде бұл жерде әрине мысықтардың бәрі көргендеріңіздей почти 26 ең үлкен airdrop басамыз бұл жерде. Маған 9 Кати токен берген. Менде көргендеріңіздей типа бұл жерде көп ойнағаным үшін маған 2% берген. Әрине өте аз қолдандым проектті, ойынды. Одан кейін приглашениеға маған 7% берген бұл жерде. Приглашение бұл жерде мен қанша адам шақырғам. Друзья қалай көретін еді. Басып тұр екен, друзья. Басамыз 136 адам шақырғам. 136 адам шақырған үшін маған көргендеріңіздей жаңағы токенді берген. Бұл жерден маған өте аз. Даже 5-6 доллар ғана шығады. Бұл жерден қазір мен шығармаймын. Кейін ценасы өсіп жатса шығаруға болады деп ойлаймын. Ал енді Hamster Combat жайлы. Hamster Combat жайлы ұзақ айтатын негізінде дым жоқ. Алдын айтып кеткем, алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады. Hamster Combat жайлы айтып кеткем. Дәл қазір pre-marketке ценасы жаңа көрсеткендей 95%-ке өскен. 0.75. Ал енді Hamster Combat бізге не үшін беру керек? Бұл жерде Hamster Combat айтпақшы не үшін беретін жазды. Тіге шықты, яғни типа airdrop қашан алатынымыз барлығы шықты Hamster Combat'та. И біз осы токенді жақын уақытта аламыз. Мысалы қараңыз, airdrop кіреміз, міне ТБА тұр. И осы жерде не деп жазған? Бұл жерде типа біздің жасаған активистеріміздің бәрі саналады деген. Яғни бізге airdropты именно алдыңғыдай прибыль в часқа қарап бермейді. Airdropты бізге скиндарымызға, яғни Grandmaster деген уровендерге, Lord, сосын не бар, Creator, осы уровендерге және де жинаған кілттерімізге қарап беретін болды. Яғни бізде прибыль час қана емес, бүкіл нәрсе ойнайды. Яғни ойындағы активностымызға қарап береді. Яғни достарымыз шақырғанымыз, ключ жинағанымыз, қандай уровенде екеніміз және де прибыль час. Осыларға қарап береді. Яғни сіздер әлі жасап жатқан болсаңыздар, көбейтіп тастауға болады барлығын. Мен де осылай қалды. Hamster Combat мен көп табам деп ойламаймын, шыны керек. 30.000 теңге емес, 15-20 мың мүмкін шығады. Мүмкін ол да шықпайды.